Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше ас дайындадым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең алдымен қазанымызға майды құйып, қыздырып, етті салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Етіміз қызарып қуырылуы қажет. Оның арасында пияз, сәбіз, болгарский картоптарымызды дайындап турап аламыз. Қуырылып болғаннан кейін пиязымызды саламыз. Пиязды да жақсылап қызартып қуырып аламыз. Оның үстіне болгарскийді салдым. Одан сәбізімізді осылай ұзынша түрінде турап салдым. Жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, бұрышымызды себеміз. Қара бұрыш қостым. Одан кейін томат салдым. Сіздер кез келген томатты қолдансаңыздар болады. Мен помидор сығындысын салдым. Жақсылап араластырып 2 кесе су құямыз. Суымыз салқын болу қажет. Одан кейін қамырын дайындаймыз. Бір жұмыртқа салып, оның үстіне 1 пиала су құйып, тұз салып, араластырып, орташа түрде қамырымызды илейміз. Не жұмсақ, не қатты болмау қажет. Қамырымыз илеп болғаннан кейін 15 минутқа бетін жауып, арасында июін қандырып қойып қоямыз. Сол уақытта сорпамыз қайнайды. Үстіне картопымызды салып, араластырып аламыз. Тағы да кішкене су құйып, егерде су тартылып қалса, кішкене су құйып, кішкене жай отта қайнатсаңыздар болады. Жаңағы қамырымызды жайып, бетіне түгелдей тегістеп май жағып шығамыз. Қолмен немесе щеткамен жақсаңыздар болады. Қолмен жаққан өте ыңғайлы, әрі тез жағылады. Одан кейін мен ішіне асқабақты майдалап турап салдым. Сіздер қамырдың ішіне кез келген зат салсаңыздар болады. Петрушка немесе укроп, кез келген затты салсаңыздар болады, немесе пияз турап дегенде. Мен асқабақ қостым. Одан кейін осылай қамырымыздың ортасын тесіп, осылай орап шығамыз. Қамырымыздың бір-біріне жабыспайды, себебі ортасына, арасына май жағылғаннан кейін қамырымыз бір-біріне жабыспайды. Осылай жіңішкелеп етіп орап шығамыз. Сіздер қамырды, егерде бұлай жасай алмасаңыздар, қамырды ортасынан бөліп орап шықсаңыздар болады. Одан кейін осылай пышақпен кесіп шықтым. Барлығын жаңағы қайнап тұрған сорпамызға салып пісіріп аламыз. Кемінде 20 минуттай пісіруіміз қажет. Барлығын салып, қазанның бетін жауып 20 минутқа пісіріп қоямыз. Егерде су тартылып жатса, кішкене бетіне қайнаған су қосып жесеңіздер болады. Өте дәмді шығады.
міндетті түрде осы тағамды жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдырып қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге.